Көрсететін рецептіміз сырные шарики. Ол үшін бізге 300 грамм сыр керек болады. 3 қасық ұн керек болады. Және де бір жұмыртқа керек болады. Осы үшеуін араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Сырымызды жұмыртқа ұнмен осылай жақсылап араластырып, холодильникке жарты сағатқа пакетке салып қойып аламыз. Біздің сырный шариктеріміз осылай жасап алдық. Қазір майда қуыратын боламыз. Міне осылай қызартырып, астын жай қойып қуырып аламыз.